Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін мен сіздермен 7 сыныптың жаһандық құзыреттіліктер курсының менің өлкемнің, елімнің экологиясы, табиғатты қалай қорғауға болады деген тақырып аясында дайындалған презентациядағы ақпараттармен бөліспекшімін. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп, каналды қолдап, өзге де әріптестеріңізге тарата отырыңыз. Сабақтың мақсаты оқушыларға экология ұғымын түсіндіру, жергілікті және ұлттық экологиялық мәселелер туралы білім беру, табиғатты қорғау жолдарын талқылау, экологиялық жауапкершілік пен азаматтық ұстанымды қалыптастыру. Бүгінгі бұл презентацияда тақырып мазмұнын ашатын нақты жергілікті және ұлттық экологиялық мәселелерге қатысты ақпараттар қамтылды. Яғни біз тақырыптың мазмұнын нақты ақпараттар арқылы ашып, оқушыларға жеткізе білуіміз керек. Әрі қарай кіріспе сұрақ. Бұл жерде 3 сұрақ қамтылды. Бірінші сұрақ: табиғат дегеніміз не? Ол неге біз үшін маңызды? Экология дегеніміз не? Кешіріңіздер, осы 3 сұрақ төңірегінде 3 оқушыдан сыныпқа жалпылама сұрақты қоясыз. Оқушылар қолын көтереді, қолын көтермесе, кез келген 3 оқушыны тұрғызып, әр сұрақ бойынша оқушылардың жауабын тыңдап, сыныппен өздерінің пікірін алмасуын сұрайсыз. Одан кейін оқушылардың жауабын тыңдап алғаннан кейін, олардың берген жауаптарын біз әр уақытта толықтырып, қосымша ақпараттар беріп отыруға міндеттіміз. Енді осы қағида аясында жаңағы бірінші сұрақтағы оқушылардың берген жауабын толықтыра кетесіз. Бірінші сұрақ: табиғат дегеніміз, оқушыларға жаңа сіздер өз түсініктеріңізге дұрыс жауап бердіңдер. Дегенмен де мына ақпаратты да қосымша білуге міндеттісіздер. Табиғат бұл бізді қоршаған әлем, ауа, су, өсімдіктер, жануарлар, тау, тас, орман, теңіз, күн, ай, жұлдыздар және да басқалар. Табиғат тіршіліктің қайнар көзі. Енді екінші сұрақ бойынша қосымша ақпарат: ол неге маңызды? Табиғат адамға өмір сүруге қажетті барлық нәрсені береді. Таза ауа, су, тамақ, жылу. Ол біздің денсаулығымыз бен өміріміздің кепілі. Табиғатты сақтау өз болашағымызды қорғау деген сөз. Үшінші сұрақтың жауабына қосымша ақпарат: экология тірі ағзалардың адам, жануар, өсімдік өзара және қоршаған ортамен қарым-қатынасын зерттейтін ғылым. Егер бұл тепе-теңдік бұзылса, экологиялық апат болады. Қазақстандағы экологиялық проблемалар: Семей полигоны, радиация салдарынан туған мутациялар мен аурулар, Арал теңізі тартылып, тұзды дауылдар пайда болуда, Қаратау мен Жайық бойындағы өндірістік қалдықтар. Келесі енді менің өлкемнің экологиясы. Осы жөнінде оқушыларынан оқып бересіз де, оқушылардан қысқаша өздерінің ойларын тұрып жатқан жергілікті жері бойынша, оның экологиясы бойынша айтып кетуін сұрайсыз. Оқушылардың кейбіреуі озық болады. Біз білмейтін экологиялық сол өңірге қатысты жағдайларды біліп оқушыларда болады. Немесе ондай экологиялық жағдайларға мән бермейтін, немесе оны елемейтін оқушыларда болады, білмейтін оқушыларда болады. Енді менің өлкемнің экологиясы бойынша не айтуға болады? Осы жерде осы бөлімге қатысты ақпараттарға сілтемелік ақпараттар көрсетілген. Бұл бөлімде өз облысыңыздың, ауданыңыздың экологиялық жағдайын қосуға болады, ауылыңыздың деген сияқты. Мысалы,
Біздің өңірде ауа сапасы нашарлаған, жасыл желек аз, ауыл іргесіндегі туайдағы ағаштар саны азайып барады. Себебі қураған ағаштарды тұрғындар рұқсат қағазы арқылы отын ретінде қолданады. Бірақ бір тал кессең 10 тал ек дегенді ескермейді. Сондықтан талдар азайған соң өзеннің суының деңгейі де күрт төмендеп кетеді, жаз ортасына жетпей деген сияқты. Қоқыс жиналмай жатыр. Оның кесірінен қаладағы көп қабатты үйлердің жанынан жағымсыз иіс мүңкіп кетеді. Бұл адамның денсаулығына кері әсер етіп, тыныстары тарылып жатады деген сияқты, және де тағы да басқа экологиялық мәселелерді қосып, сабақ барысында пікір алмасу минутын ұйымдастыруға болады. Бұдан кейін қысқаша оқушылардың білімін толықтыру мақсатында мына бейнежазбаны көрсетесіз. Қоқысты қайта өңдеу жайлы қызықты деректер. Қазір балалар бұл кез келген мемлекетте және біздің елімізде де қоқысты қайта өңдеу ең өзекті мәселелердің бірі екен. Яғни пластикалық қоқыстарды, шыны ыдыстардың қалдықтарын, темірлерді, металдарды қайта өңдеп, екінші бір жаңа тіршілікке, күнделікті тұрмысқа қажетті құралдар мен заттар, материалдық құрылғылар өндіріп шығаруға болады екен деген сияқты айтасыз да, осы бейнежазбаны көрсетесіз. Мен қазір соны қосып қояйын. Қажетсіз нәрседен жаңа дүние жасау үшін оны қайта өңдеу қажет. Себебі біз қоқысқа лақтыратын заттардың жартысынан жаңа дүние жасауға болады. Мысалы, алюминий. Оны үнемі қайта өңдеп, жаңа дүниелер жасап шығарады. Оның көптігі сонша, тізіп шығудың өзі оңай емес. Шыны да қайта өңдеуге болатын заттардың бірі. Оны үнемі жаңадан қолдануға болады. Қағаз да бірегей материал. Оны қайта өңдеу қоршаған ортаға зиян тигізбейді. Ескі қағаздан жаңасын жасау арқылы біз үнемдеп қана қоймаймыз, орманның шабылуын болдырмаймыз. Пластик ең көп таралған материал болғанымен ғаламшарымызға көп залал тигізеді. Оны міндетті түрде қайта өңдеп, жайдан жай лақтыра салуға болмайды. Қоқысты қайта өңдегенде біз электр қуатын жердің, табиғи ресурстарын үнемдеп, ең бастысы табиғатымызды қорғаймыз. Міне, осы бейнежазбадан кейін оқушыларға қосымша мынандай қызықты ақпарат айта кетуге болады. Үйлеріңізде ескі, тозығы жеткен, қолданыстан шыққан қағаздар болса, газет, журналдар, жарамсыз кітаптар болса, оларды макулатура ретінде өткізуге болады. Оларды білесіздер, қайта өңдеп, күнделікті біз өмірде қолданып жүрген дәретханалық қағаздарды жасап шығаратын цехтар әрбір аудандарда, қала орталығында жұмыс жасап жатыр деген сияқты. Сол жерге өткізіп, азын-аулақ тиын тебен табуға болады деген сияқты ақпаратты айта кетсеңіз, ол да оқушыларға жақсы әсер етеді. Одан кейін енді жаңағы бейнежазба аясында мына нені оқып, оқушылардың білімін тағы да бір түйіндеп тастайсыз. Табиғатты қалай қорғауға болады? Қоқысты сұрыптап жинау, ағаш отырғызу, су мен жарықты үнемдеу, құстар мен жануарларға қамқорлық жасау,
волонтерлік жобаларға қатысу, яғни еріктілер қатарына қосылып табиғатты қорғауға үлес қосуымыз керек екен дейсіз. Одан кейін тағы да бүгінгі күндегі ең басты проблемалардың бірі ретінде бұны біліп жүргеніміз дұрыс. Қазір жаңадан кейіннен 2022 жылы қайта құрылған облыстың бірі Абай облысындағы Семей өңіріндегі ауыл тұрғындарының табиғаттарының тұрып жатқан жеріндегі табиғаттың көрінісіне әсерін өзінің үлкен зардабын тигізген Семей полигоны жөнінде білгеніміз дұрыс дейсіз. Енді осы нені оқып бересіз сосын кейін. Семей полигонынан шыққан үн 1950 жыл. Қазақ даласында үлкен құпия жарылыстар жасалды. Ғалымдар бұл сынақ бейбіт өмір үшін қажет деді. Бірақ жылдар өте келе шындық ашылды. Туған балалар аурушаң болды, адамдар қатерлі ісікке ұшырады, мал өле бастады, жер тозды, шөп шықпады. Бір ауылдан шыққан жас қыз Айғаным анасы мен інілерінен айырылып, белсенді қозғалыс бастаған. Ол адамдарды біріктіріп, митингі ұйымдастырды. Ақыры 1991 жылы полигон жабылды. Бірақ оның зардабы әлі жойылған жоқ. Айғанымның соңғы сөзі: табиғат кешірмейді, ол тек ескертеді. Міне балалар, адамдардың қолынан жасалған ғылымның қарыштап дамуының да кейбір пайдалы тұстарын адамдардың өміріне, табиғатқа, тіршілік иелеріне кедергі келтірмейтіндей қолдану керек. Егер оны ескермейтін болсақ, міне жаңағы өзіміз тыңдаған ақпараттағыдай, ол кез келген тіршілік иелеріне, адам өміріне де, жан-жануарларға да, өсімдіктерге де зиян тигізеді. Осының салдарынан Семей қаласында осы экологиялық музей бар, сол мұражай бар. Сол мұражайда көзі жоқ болып туған, дене мүсесі жоқ болып тұрған жас нәрестелердің, бірнеше жан-жануарлардың, өсімдіктердің жаңағындай қолдан жасалған қатыгездік зияндардың әсерінен, ядролық сынақтардың әсерінен мутацияға, өзгеріске ұшырап өмірге келгендігін көрсететін экспонаттар сақтаулы тұр. Бұл не үшін сақталып тұр? Ол жерге барғанда адамдар көріп, адамдардың санасына әсер ету үшін. Егер де Семей қаласына барсаңдар, осы экологиялық мұражайға кіріп шығуларың болады. Сол жаңағы тұрған спиртте бальзамдалып тұрған өсімдіктердің, кішкентай нәрестелердің, кішкентай төлдердің, жануар төлдерінің жөндегі экспонаттарды көргенде адамның жаны түршігеді. Адамның аяушылық сезімі пайда болады. Қамқорлық көрсету, жан-жағына, тіршілік иесіне деген санасы оянады деген сияқты ақпаратты да қоса айта кеткеніңіз дұрыс. Ол жерде тұрған, жаңа айттым ғой, түрлі мутацияға ұшыраған, көзі жоқ, қолы жоқ, екі басты төлдер дүниеге келген, екі басты адамдар дүниеге келген, бір қолының өзінде 10 саусағы бар нәрестелер дүниеге келген. Міне солардың бәрін көріп, біз өзіміздің экологиялық сауаттылығымыздың ары қарай дамуына, бойымыздағы қатыгездік сияқты бойымызды жаман әдеттерден аулақ ұстауға ұмтылуымыз керек деген сияқты ақпараттарды айта кетесіз. Одан кейін
Мына жұптық тапсырманы орындатасыз. Мақсаты табиғатты қорғауға қатысты өз көзқарасын білдіру. Тапсырма екі оқушыдан бір екі деп, немесе өздері парта бойынша отыруы мүмкін, немесе топ бойынша отырса, сіз өзіңіз бір екі деп бірде жұптастырасыз да осы тапсырманы бересіз. Тапсырма жұпта отырып менің табиғатқа қосқан үлесім деген сияқты шағын ой толғау жазыңдар деп жаздырасыз. Онда 3 нақты іс әрекет ұсыныңдар дейсіз. Бұл ой толғауға 10 минуттай уақыт бересіз. Одан кейін оның нәтижесін тексеріп оқушыларға бағалатасыз. Қай жұптың жазған ой толғаулары да 3 нақты іс әрекет ұсынылды деген сияқты. Бұлдай тапсырмалар оқушылардың ғылыми жоба жаза білу дағдыларын ары қарай дамытуға, жетілдіруге, қалыптастыруға үлесін қосады, немесе түрткі болады. Одан кейін сабақтың соңына таман балаларды қайтасыз, алған білімімізді тексеретін сәтке де келіп жеттік дейсіз. Егерде оқушылармен ортақ чатыңыз болмаса, бірден кезек бір оқушыдан эстафета әдісімен бір-біріне таяқ беру арқылы, допты лақтыру арқылы тақтаға шығарып бір тесттің сұрақтарын орындатасыз. Бұл жерде 10 сұрақ жасырылған. Немесе мүмкіндігінше бар оқушыны қамту үшін өзіңіз алдын ала сол сыныппен ортақ чат алғаныңыз дұрыс. Сол чатқа осы ойынның ссылкасын тастай саласыз. Оқушылар бір-бірінен көшірмеуін ескертесіз. Сосын кейін жауап парағын бересіз. Бір-біріне бір парақ әр партаға тастай, сол жерге оқушы тіркейді. Кім қанша сұраққа жауап берді, сол бойынша оқушыларға кері байланыс бересіз. Екі әдісте тиімді. Меніңше, мүмкіндігінше барлық оқушыны қамту үшін ортақ чатқа тастаған дұрыс. Міне енді осы ойынды қосып қояйын. Осылайша оқушылардың білімдерін тексеріп аласыз да, кері байланыс бересіз де, сабақтың соңында мына қорытындыны оқып бересіз. Менің өлкем, менің үйім. Оны таза ұстау әрбір азаматтың міндеті. Егер біз табиғатты аяласақ,
болашақ ұрпақ та бізге алғыс айтады. Яғни қай жерде тұрып жатсыз, ауылда, аудан орталығында, қалада болсын, сол өлке сіздің екінші үйіңіз. Оны таза ұстау біздің міндетіміз екен. Және әр уақытта қамқор болып, еріктілердің жасап жатқан осы табиғатты аялау, экологияны таза ұстау бойынша ұйымдастырып жатқан іс-шараларына қатысып отыруға міндеттіміз деп естеріне салып қоясыз да. Сұрақтарыңыз бар ма деп бір сұрайсыз, оқушыларда сұрағы болмаса, онда рахмет. Осы бүгінгі сабақта алған білімдеріңді өмірде ескеріп жүріңдер. Айналамыздың таза болғаны өзге үшін емес, әркім үшін, әрқайсымыз үшін өте маңызды деп келесі сабаққа шығарып саласыз. Назар салып қарағаныңызға рахмет. Тарата отырыңыз, лайк басып жазыла кетіңіз.